Сонымен, кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Нақты іске кірісейік. Декларацияны қалай толтырып, қалай тапсырамыз? Қазір әртүрлі жағдайларды бір-бірден қарастырамыз. Ең алдымен қарапайым жағдайдан бастап, күрделіге қарай жылжып отырамыз. Сонымен, бірінші жағдай. Өзіміздің қазақстандық эмитенттердің акциясын қазақстандық биржалар арқылы сатып алдыңыз. Сатып алып ұстап тұрсыз, мүмкін позиция плюсте немесе минуста тұрған болуы мүмкін. Бірақ сатқан жоқсыз, яғни реализация жасалған жоқ, сондықтан пайда туындаған жоқ, сәйкесінше салықта туындамайды. Салық кодексінің 331 бабы бойынша және 332 бабы бойынша да ешқандай кіріс туындаған жоқ. Оның үстіне эмитент қазақстандық және қазақстандық биржада сатып алынған. Сондықтан меншіктеріңіз бойынша оларды декларациялап керек емес. 331 бапты айтсақ, жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс. Бұл болған жоқ. 332 бап жеке тұлғаның мүлікті өткізуден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерінен алынған кірісте туындаған жоқ. Болды, бірінші жағдай бойынша бәрі түсінікті. Бұл сұрақ жабылды. Келесі жағдай. Дәл осы қазақстандық эмитенттердің акциялары бойынша дивидендтер алдыңыз. Кірістің түрі дивиденд. Эмитент өзіміздің қазақстандық, құнды қағаздары қазақстандық биржалар арқылы сатып алынды. Иә, пайда туындады, бірақ декларация тапсырмаймыз, салықта төлемейміз. Бұған себеп тағы да сол, өйткені эмитент қазақстандық. Өзіміздің қазақстандық акционерлік қоғам болғандықтан олар өздерінің қаржылық есептерін осы Қазақстан ішінде жүргізеді. Сәйкесінше олар өзіміздің салық комитетіне салық төлейді. Сол арқылы салық комитеті әлдеқашан олардың қаншалық пайда тапқанын, пайданың қаншалықты мөлшері дивиденд ретінде инвесторларға төленгенін біліп отырады. Сондықтан ешқандай уайымдамаймыз, декларацияда көрсетпейміз. Тіпті 240 формада мұндай кірістің түрін көрсететін орында қарастырылмаған. Тағы бір рет қайталайық. Қазақстандық биржалардағы казэмитенттердің дивидендтері бойынша ешқандай мәліметтер көрсетпейміз декларацияда. Болды, бұл сұрақта жабылды. Келесі жағдайға көшейік. Сізде қазақстандық эмитенттердің акциясын, яғни бағалы қағаздарын сату арқылы кіріс пайда болды. Бірақ бұл операциялардың бәрі өзіміздің қазақстандық биржаларда жүргізілді, яғни KASE AX. Не істейміз? Акцияны арзанға алып, қымбатқа саттыңыз. Позиция бойынша реализация жасалды, кіріс пайда болды. Бұндай жағдайда декларация тапсырамыз. 240 формада кірісті көрсетеміз, бірақ салық төленбейді. Салық кодексінің 341 бабы 1 тармағы 16 тармақшасы бойынша мұнда оқиын. Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірістерінен мынандай кіріс түрлері алып тасталады. Өткізу күні деп бұлар акцияны сатқан күніңізді айтып отыр. Өткізу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістер. Бұл дәл осы жағдайға сәйкес еді. Яғни декларацияда алдымен көрсетеміз, кейін осы тармақша бойынша корректировка жасап, яғни түзету енгізіп алып тастаймыз. Нәтижесінде бұған салық салынбайды. Енді дәл осы жағдай бойынша нақты практикаға кірісейік. Мінекей қараңыздар, өзіміздің KASE-дегі екі қазақстандық эмитент бойынша сатулар болған, нәтижесінде акция құнының өсуінен кіріс пайда болды. Сіздерге дұрыс көріну үшін басқа түске бояйын. Мінекей биржа Қазақстан Stock Exchange, бірінші позиция Freedom Finance брокерінде жабылған, эмитент Казатомпром 2021 жыл наурыздың 1 күні сатып алынған, 10 дана акциясы 9400 теңге деген бағамен, жалпы 94 мың теңгеге алынған. 2021 жылы қазанның 10 күні барлық позициялар жабылған, яғни сатылған, бірақ 18 мың деген бағамен. Нәтижесінде реализацияның құны 180 мың, пайда 86 мың теңге. Сатылған құн, сатып алынған құн, екеуінің айырмашылығы пайда болады. Екінші позиция, бұл да KASE биржасында, бірақ басқа брокер деп айтайық, Халық Финанс. Позицияларды брокерлер бойынша бөлмейміз, маңыздысы биржа. Бұл жерде эмитент Қазақтелеком болсын. Бұл да сол сияқты арзанға алып қымбатқа сатылған. Сатып алған күні 2020 жылы қаңтардың 30-ы. Сатып алған күн маңызды емес, бізге сатылған күн маңызды. Сатылған 2021 жылы қарашаның 10 күні. Яғни кіріс 2021 жылы кірілген болып есептеледі. Сәйкесінше 2021 жылғы салықтық периодқа тән болады. Бұл позиция бойынша таза пайда 40 мың, жалпы пайданың қосындысы 126 мың теңге. Бұлардан түскен дивиденд, бұлар керек емес, олар көрсетілмейді декларацияда. Енді декларацияны толтырайық. Салық кабинет кезетке өтеміз.
ЭЦП бойынша кіреміз. Салық төлеушінің кабинетіне кірдік. Қазақшаға аударып алайық. Күйге келтірулер, оның ішінде нысандар тізімін күйге келтіру. Мұнда декларацияны қай жыл үшін тапсырайын деп жатырсыз, сол жылды талдайсыз. Мысалға 2021. Бізге 240 форма керек. Жеке табыс салығы бойынша декларация. Бірінші рет кіргенде мұнда дұрыс белгісі тұрмайды. Мұнда дұрыс белгісін қойсаңыз, осы форма жеке кабинетіңізге сақталады, немесе сақтамай-ақ төте осы жерден баса салсаңыз да болады. Мысалға кірдік деп ойлайық, осылай тұрды. Сосын 240 форманы талдадық. Салық есептік нысандары, салық төлеушінің кабинеті. 2021 жыл. Форма 240. Басамыз. Мінекей, мынау 240 форма. 240.00 негізгі 3 беттен құралады. Сосын бірінші, екінші, үшінші, төртінші қосымшалар бар. Біз осы негізгі 3 бетті, сосын екінші қосымшаны пайдаланамыз көбінде. Сосын кез келген парақты кез келген уақытта орысшаға немесе қазақшаға аударуға болады. Тіпті толтырып жатқан кезде де бұл ешқандай әсер етпейді. Бізде сабақтар қазақша жүріп жатқаннан кейін біз қазақшаны талдайық. Сонымен 240 форманы толтыруды бастаймыз. Бірінші, екінші, үшінші пункт автомат түрде толтырылады. Бұлар сіздің ЖСН, салық кезеңі, сосын атыңыз, фамилияңыз. Төртінші пункт декларацияның түрі. Осы форманы ең бірінші рет тапсырып тұрсаңыз, онда бастапқыны талдайсыз. Өткен жылдар тапсырған болсаңыз, онда келесіде кезектіні талдайсыз. Ал егер бірінші немесе кезектіні тапсырғаннан кейін қосымша түзетулер енгізуге тура келсе, немесе қосымша ақпараттар енгізуге тура келсе, онда қосымшаны талдайсыз. Хабарлама бойынша қосымшаны егер сіз салық комитетінен бір уведомление, бір хабарлама алып жатсаңыз, сол арқылы тапсырайын деп жатсаңыз, онда осыны талдайсыз. Осыны талдап қана қоймай, 5-ші пунктіде ол хабарламаның номерін, сосын күнін енгізесіз. Ал мынау соңғысы тарату дейді, жоюға тура келсе, ликвидация жасауға тура келсе, осыны талдайсыз. Біз қазір бастапқыны талдаймыз. 6-ші пунктіға аны талдаймыз. Мүліктік және басқа кірістер алған жеке тұлға. 7-ші резиденттік белгісі. Қазақстан елінің резиденті болсаңыз, резидент талдаймыз әрине. 8-ші пункт азаматтық белгісі. Қазақстанның азаматы болсаңыз, әрине Қазақстан талдаймыз. Қаз деп басайық. Қазақстан Республикасы таңдаймыз. 9-ші 10-ші пункті бұл резиденттерге қатысы жоқ. Ал 11-ші пунктіде ешқандай қосымшаны талдамаймыз. Төмен қарай түсейік. 240.00.001 мүліктік кіріс, оның ішінде бірінші құн өсімнен түсетін кіріс, оның ішінде А. Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті өткізуден түсетін кіріс. Осы орынға жалпы кірісті енгіземіз. Біздің салық кодексіміздің тілінде құн қағаздардың өзі мүлікке жатқызылады. Мына үш нүктені басамыз, жолдарды қосу, терезеше пайда болды, тағы қосуды басамыз, тағы да бір жол пайда болды, үш нүктені басамыз. Мұнда енгіземіз 331.2.8. Мінекей баптың тармақтары орысшасы да қазақшасы да тұр. Эмитенттері Қазақстан Республикасында тіркелген бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестері. Мұнда қазақшасы мен орысшасын дұрыстап теңестіріп байқасаңыздар, орысшасында 331.2.8 деп көрсетілген, қазақшасында 331 бірінші баптың 8-ші тармақшасы деп көрсетілген. Салық кодексі бойынша тексеріп қарасаңыз, негізі қазақшасы дұрыс. Бірақ мұнда норманың коды 331.2.8 деп сақталған екен. Бұрынғы нұсқасы бойынша қалып кеткен болуы мүмкін. Осыны талдаймыз, таңдауды басамыз. Ал мына сумма деген жерге жаңағы құнды қағаздарды сатудан түскен жалпы пайдамызды енгіземіз. Бізде қанша болды? 126.000. Енгізейік. Болды, сақтауды басамыз. Мінекей 126.000-ды мұнда енгізіп едік, бірінші және одан бастапқы жол автомат түрде толтырылды. Енді екінші бетке өтеміз. Бұнда 240.00.005 толтыруымыз керек. Бізде кіріс бар, бірақ бұл кірістер салық төлеуден босатылған. Салық кодексінің қай бабы бойынша босатылған, соны көрсетуіміз керек. Бұндай кірістің түрі 341 бап бойынша босатылған. Осыны талдаймыз, үш нүктені басамыз, жолдарды қосуды басамыз, тағы да үш нүктені басамыз. Бұл жерге енді 341 баптың бірінші тармағы және оның ішінде 16-шы тармақшасы.
Осын талдаймыз. Өткізу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын бағалы қағаздар. Соның құн өсімінен түскен кіріс. Талдаймыз. Таңдауды басамыз. Мұнда тағы да сол соманы енгіземіз. Қанша болды бізде? 126 мың болды ғой. Енгіздік, сақтауды басамыз. Мінекей түзетуге енгіздік, яғни корректировка жасадық. Енді 240.00.008-ге 0 деп енгіземіз. Өйткені бұл кірістен ешқандай салық төлемейміз. Болды, қалған тиісті жолдардың бәрі автомат түрде толтырылады. Болмаса мына қосуды басып шығарамыз. Енді үшінші бетке өтеміз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге мемлекеттік кірістер органының кодын енгіземіз. Үш нүктені басамыз. Бұл әр азаматтың тіркелген жеріне байланысты әртүрлі болады. Өзіңізге қарасты салық комитетінің кодын табуыңыз керек. Ол ИГОВ-та бар, сосын интернеттен оп-оңай тауып аласыз. Мысалға маған қатысты салық комитетінің коды 6007. Өзіңізге тиісті кодты табасыз, басасыз, таңдайсыз. Болды, форма жіберуге дайын. Жіберместен бұрын бір рет тексереміз. Мына жерде толтырылуын тексеру деген мүмкіндік бар. Соны бір рет басыңыз, тексереді. Қателік жоқ. Окейді басамыз. Қателік шығып жатқан жағдайда ең төменгі жерге түсеміз. Мұнда қателіктер деген бар. Осы жерде көрсетеді. Қай пункт, қай жолда қателік тұр, оны қалай түзету керек екен. Сол бойынша түзетесіз, сосын қайтадан бір рет тексеруді басасыз. Сосын қателік жоқ деп шықса, одан кейін барып декларацияны тапсырысқа жіберуге болады. Жіберу үшін МКО-ға жіберуді басамыз. Мемлекеттік кірістер органына жіберу, яғни орысша ОГД дейді. Отправить в ОГД. Ары қарай ЭЦП-мен қол қоясыз. Жіберіледі, жіберілгеннен кейін статусын тексеріп отырамыз. Форма налоговой отчетности, журнал форм деген бар. Мұнда іздеуді басамыз. Мұнда статустар тұрады. Таратылған, өңделу үстінде деген сияқты. Статустар туралы мен тағы рет толығырақ айтатын боламын. Мінекей, қор биржасындағы инвестицияңыз бойынша декларация тапсырылды. Айтпақшы, тағы бір маңызды нәрсені айта кету керек. Мұнда толтырып келе жатамыз ғой. Мысалға 240 форманы бастап толтырдыңыз. Енді осылай толтырып келе жаттыңыз. Сосын білмейтін бір түсініксіз түйінге тап болдыңыз. Қалай толтыруды білмейсіз, немесе толтырдыңыз, бірақ өзіңізге сенімсізсіз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ол кезде не істейміз? Страницаны жаба салуға болады. Ол кезде ештеңе болмайды, ештеңе сақталмайды. Мемлекеттік салық органына ешқандай декларация жіберілмейді. Ештеңе де болмайды. Келесі жолы қайтадан жаңадан бастап толтыруыңызға тура келеді. Немесе салық төлеуші кабинетінде сақтау деген функция бар. Осыны басып қойсаңыз, сіздің кабинетіңізге сақталып тұрады. Мысалға сақтайық. Құжат қабылданбады, қателер тізімін қараңыз деді. Жарайды, астына түсейік. Қателіктер тізімінің жерден шығады. Мемлекеттік кірістер органының кодын енгізбедіңіз дейді. Жарайды. Үшінші бетте енгізейік. Мінекей енгіздік. Бірінші тексеріп алайық. Қателер табылды. Қателер түзету керек дейді. Окей. Қандай қате бар екен тағы да? 008-ші жолды толтырмадыңыз дейді. Бәрін толтыру керек. Екінші бетте ол 8-0 деп енгіземіз. Толтырылуын тексеру. Қателік жоқ. Міне, осылайша толтырдыңыз, бірақ жіберуге дайын емессіз, тексеруіңіз керек. Ал бірақ келесі жолы қайтадан бәрін басынан бастап отырмау үшін сіз жеке кабинетіңізге сақтап аласыз. Сақтаулы. Мынаны басып сақтадық. Енді салық төлеушінің кабинетіне өтесіз. Жоқ, нысандар журналына өтесіз. Іздеуді басасыз. Мінекей, жаңағы форма толтырылған күйінше сақтаулы тұр. Жоба дейді. Статусы жоба түрінде болады. Бұл әшейін тұрған форма ешқандай салық комитетіне жіберілген жоқ. Жоюды басып жоғалтып етсеңіз болады, немесе түзету. Мінекей, қалай толтырдыңыз, солай сақталып тұр. Енді жіберуге дайын болсаңыз, отправить в ОГД-ны басып жібересіз. Қателіктеріңіз болса, қателіктеріңізді түзетесіз, содан кейін жібересіз. Өте қолайлы, бірау сөзбен айтқанда. Қазақша аударайық. Бұны өшіре салайық. Тағы да іздеуді басасыз. Жоюды бассаңыз. Жойылды. Бітті. Мінекей, осындай мүмкіндік те бар, біліп алыңыздар.
Енді төртінші мысалға келейік. Меншігіңізде қазақстандық биржалардан сатып алынған шетелдік эмитенттердің акциялары бар. Бұндай жағдайда декларацияда көрсетуге міндеттіміз. Өйткені шетелдік эмитент. Әр шетелдік эмитентті 24-ші жолда көрсетеміз. Сыймағанын қосымша форма арқылы тапсырамыз. Мысалға, өткен жылдың 31-ші желтоқсаны бойынша меншігіңізде екі эмитенттің акциясы болды деп айтайық. Біреуі Apple болсын, екінші компания Starbucks болсын. Өзіміздің KC биржамызда сатып алынған. Енді осы жағдай бойынша 240-ші форманы толтырып көрейік. Тағы да салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. 240-ші форманы табамыз. Алдыңғы видеода көрсетілгендей. 221, 240. Бірінші, екінші, үшінші пункт автомат толтырылды. Төртіншіні первоначальная деп талдайық. Мынау орысша тұр екен ғой. Қазақша қылайық. Алдында айтып өткенімдей, тиістісін талдайсыздар. Бұрын тапсырған болсаңыз кезекті, қосымша болса қосымша, немесе тағы басқа. Ал 6-шы пунктіге иені талдаймыз. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан мүлкі бар жеке тұлға. 7-ші резидент, 8 Қазақстан. Енді 3-ші бетке өтеміз. Ары қарай 24-ші жолды толтырамыз. А. Мүліктің түріне бағалы қағаздар деп жазамыз. Орысша болса ценные бумаги. Б. Мемлекеттің коды. Біздің жағдайда екі эмитентте америкалық, сол үшін Американы талдаймыз. USA деп енгізсеңіз, Америка Құрама Штаттары таңдаймыз. С. Сәйкестендіру нөмірі дейді. Бұл дегеніміз ISIN код. Бұны біз алдын ала дайындап алдық қой. Бірінші Apple компаниясы ISIN кодты көбейтіп аламыз. Қоямыз. Енді D. Мүліктің орналасқан жері. Бұған мүліктің орналасқан жерін жазамыз. ақш. Америка Құрама Штаттары деп жазсаңыз да болады, қысқартып жазсаңыз да болады. Орысша США немесе. Дәл осылай келесі қағазды енгіземіз. Бағалы қағаздар көбейтіп қойсақ болады. Бізде екінші компанияда америкалық Starbucks. ақш. Екінші компанияның несін ISIN кодын алып қояйық. Starbucks. Бұл да ақшта орналасқан. ақш. Осылай, меншігіңізде қанша эмитенттің бағалы қағазы бар, соншасын енгізесіз. Бұрын мұнда 4 ақ орын болған, қазір неше орын? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға дейін көбейткен екен. Акцияның түрлері 10-нан көп болса, сыймағанын қосымша форма арқылы тапсырасыз. Ол деген сөз, бірінші осы форманы жіберіп аласыз, МКО-ға жіберу. Сосын қайтадан 240-ші форманы ашасыз, бірінші бет ашылады мысалға. Мұнда тек 4-ші пунктін өзгертесіз. Қосымшаны талдайсыз, кезектіне, бастапқыны емес, кезектіне емес, қосымшаны. Қалған жердің бәрі бұрынға ұқсас толтырылады. Сосын 3-ші бетке өтіп, мұнда сыймай қалған бағалы қағаздарыңызды толтырасыз. Мысалға, сіздің меншігіңізде 30 түрлі эмитенттің бағалы қағаздары болса, бірінші 10-ын бастапқы форма арқылы тапсырасыз, қалған 2 форманы қосымша түрде тапсырасыз. Сосын біздің касседе америкалық қағаздардан тыс Ресей Федерациясының бағалы қағаздары бар. Олар болса, оларды да осылармен бірге енгізесіз, онда да осындай бағалы қағаздар. Сосын елге Ресейді талдайсыз. РУ деп енгізсеңіз, Российская Федерация, соны талдайсыз. Сосын ол эмитенттің ISIN кодын тауып қоясыз. Мүліктің орналасқан жеріне РФ немесе Ресей Федерациясы деп толық жазсаңыз да болады. Осымен ұқсас, қысқасын айтқанда. Болды, осымен бітті. Ары қарай тапсыру ғана қалады. Ол үшін төменге түсіп, мұнда мемлекеттік кірістер органының кодын енгізіп, өзіңізге тиісті. Сосын МКО-ға жіберуді басып тапсырасыз. Ал енді 5-ші мысалға келейік. Қазақстандық биржалардан сатып алынған шетелдік эмитенттер бойынша дивидендтер алдыңыз.
Не істейміз? Декларацияда көрсетіп керек пе? Керек әрине. Өйткені бұл шетелдік эмитенттерден түскен дивидендтер. Ол дивидендтерді екінші қосымшаға енгіземіз. Сосын дивидендтер түріндегі кіріс деген жол бар, сол жерде көрсетеміз. Бұл түрдегі кірістің коды 2100 болып есептеледі. Бірақ декларацияда көрсеткенімізге қарамастан салықты төлемейміз. Өйткені бағалы қағаздар қазақстандық биржадан сатып алынды. 341 бап 1 тармақ 7 тармақшасы. Соған сәйкес бұл түрдегі кірісті түзетуге жатқызылатын кірістердің түріне енгіземіз. Сол арқылы салық төлемейміз. Орысша айтқанда корректировка дейді. Қазір мысалын көрсетем, сол кезде толықтай түсінесіздер. Мінекей былай болсын. Қарашаның 10 күні Starbucks бойынша дивиденд түскен. Акцияның саны 50 штук, мөлшерлеме 49 цент. Төленген дивидендтің жалпы сомасы $24 50 цент. Сол күнгі теңге бағамын аламыз. Сол күнгі емес, мына дивиденд төленген күн, яғни қараша айының 10 күнінен бір күн бұрынғы күнді аламыз. Былайша айтқанда 9 қараша. Ол 9 қараша жұмыс күні болу керек. Сол күнгі курсты алдық, оны доллар бойынша жалпы сомасына көбейттік. Нәтижесінде теңге бойынша дивидендтің жалпы сомасы келіп шығады. Дәл осылай Apple компаниясынан және Ресейдің Lukoil компаниясынан дивидендтер алдық деп ойлайық. Starbucks'тан 1 рет, Apple 2 рет төлем жасады, Lukoil 1 рет. Мына 3 дивиденд доллар бойынша түсті, ресейлік Lukoil'дан рубль бойынша түсті. Мыналар теңгеге айналдырғандағы сомалар. Барлығы Касси биржасынан сатып алынған. Брокер маңызды емес, қандай брокерден алсаңыз да. Енді осы бойынша декларацияны толтырамыз. Тағы да салық төлеушінің кабинетіне кіреміз, 240 форманы табамыз. Енді бізге 240 форманың өзін және сонымен қатар екінші қосымшаны қосып толтыруымызға тура келеді. Бірінші бет сол, бастапқы пункттер әдеттегідей, бастапқы ма, кезекті ма, тиістісін талдаймыз. Қазақша. 6-шы пункттегі А-ны талдаймыз. Мүліктік және басқа да кірістер алған жеке тұлға. Резидент. Қазақстан. Енді 11-ші пунктыда екінші қосымшаны талдаймыз. Дұрыс белгісі шықты. Енді бірден осы қосымшаға өтеміз. Ол мында тұр. Екінші қосымша бірінші беті. Бұнда A бұл номері, B елінің коды. Давайте бірден енгізейік. Үштіктені бастық. ақш. Америка құрама штаттары таңдадық. Енді кіріс түрінің коды. Тағы да үштіктен талдаймыз. Дивиденд бойынша кірістің коды 2100. Бей резидент заңды тұлғадан түскен дивиденд нысанындағы кіріс. Таңдаймыз. Ары қарай кеттік. D валютаның коды. Үштіктені басамыз. Енгіземіз USD. ақш доллары. Енді шетелдік мемлекеттердегі көздерден түскен кіріс сомасы шетелдік валютада. Бұл жерге доллар бойынша ақш елінен түскен барлық дивидендтердің қосындысын көрсетеміз. Бізде қанша болды? Есептейік. Мына 3 дивидендтің қосындысын көрсету керек. Мында бір строка қоса салайық. Мыналарды біріктіре салайық. Сум. Енді мына үшеуінің қосындысын қоямыз. Тең болады. Мынау, қосылған мынау, қосылған мынау. Жалпы 42 доллар 10 цент. Бұл доллар бойынша. Ал енді теңге бойынша қосындысын тағы да қоямыз. Тең болады. Үшеуінің қосындысы. 17.869 теңге. Доллар бойынша қосындысы 42 доллар 10 цент болды. Қояйық декларацияға. 42 доллар 10 цент. Бұл жерге тек қана бүтін сан енгізіледі. Центтер қойылмайды, сондықтан домалақтаймыз. Бүтін санға айналдырсақ 42 доллар деп айта салуға болады. Немесе көп сумаға қарай бүтіндесеңіз болады, 43 деп.
Енді F-қа келдік. Шетелдік мемлекеттегі көздерден түскен кіріс сомасы ұлттық валютада, яғни теңгемізде. Бұл жерге сол теңге бойынша қосындысын енгіземіз. 17.869 30 тиын. 17.869 30 тиын. Бұл жерге де тек қана бүтін сан енгізіледі. 17.869. Егер 17.869 60 тиын болғанда, онда 17.870 деп бүтін санға айналдыратын едік. Ал мұнда 17.869 теңге. Болды, дәл осылай келесі елден түскен дивидендті енгіземіз. Бізде сосын Россиядан түсті ғой. Енгіземіз. Ресей Федерациясын таңдаймыз. Тағы да дивиденд. 2100 оның коды. Таңдаймыз. Бұнда рубльмен түсті. Рубльді талдаймыз. Бұнда енді рубль бойынша түскен дивидендтердің барлық қосындысын көрсетеміз. Яғни бір елден бір валюта бойынша түскен дивидендтердің бәрін жинақтап көрсетеміз. Рубль бойынша бізде 1700 рубль. Енгізейік. Сосын ұлттық валютада. Ұлттық валютада 9860 теңге бопты. 9860 теңге. Мінекей енгізіп болдық. Болды, енді бірінші бетке өтеміз қайтадан. Мұнда 240.00.002-ге көшеміз. Соның ішінде бірінші жол. Қазақстан Республикасынан тысқары жердегі көздерден алынған кірістер. Бұл жерге барлық шетелдік эмитенттерден түскен дивидендтердің қосындысын көрсетеміз. Теңге бойынша. Кестемізге өтейік. Мұнда біз ақш бойынша доллармен түскен дивидендтердің қосындысын көрсеттік, теңгеге айналдырдық. Сосын Россиядан рубль бойынша түскен дивидендтердің жалпы сумасын білеміз, және теңге бойынша сумасын білеміз. Енді бізге осылардың қосындысы керек, өйткені бұлардың бәрі шетелдік эмитенттер ғой. Яғни мына екі суманы қосамыз. Басқа неге бояп алайық түскі. Мына жерге тең болады. Мынау қосылған мынау. Дивидендтердің жалпы сумасы теңге бойынша 27.729 теңге 30 тиын. Енді осы суманы енгіземіз. Мына жерге 27.729 теңге 30 тиын. Бұл жерге де бөлшек сан енгізілмейді, бүтін санды енгізу керек. Біз дөңгелектеп 27.730 теңге дей салайық. Болды. Мән беріңіздер, мына бірінші негізгі жолға бұл сума автомат түрде көрсетілді. Енді екінші бетке өтеміз. Бұнда D жолы бар. Дивидендтер түріндегі кіріс. Бұл жерге де сол суманы енгіземіз. 27.730. Мінекей кірістерді көрсеттік. Бірақ бұл кіріс салық төленбейтін кірістердің түріне жатады. Яғни корректировкаға енгіземіз бұларды. Ол үшін мұнда 240.00.005 жол бар. Кірістерді түзету. Оның ішінде қандай бап арқылы түзету? Біріншісі салық кодексінің 341 бабына сәйкес, екіншісі салық кодексінің 654 бабына сәйкес. Біздің жағдайымызда бұл 341 бапқа сәйкес болады. Осыны үш нүктені басамыз, жолдарды қосуды басамыз, тағы да қосуды басамыз, тағы да үш нүктені басамыз. Енді мына жерде көңіл бөлетін бір нюанс бар. Негізі өзіміздің қазақстандық биржадағы шетелдік эмитенттерден түскен дивидендтерді 341 бап, бірінші тармақ, оның жетінші тармақшасы бойынша түзетуіміз керек. Мысалға мұнда 341.1.7 деп енгізуіміз керек. Мына жерден қазір ол тармақ шықпайды, бұрын шығып тұратын, қазір сайттарды жаңалау жұмыстары жүріп жатыр. Оны қашан қалпына келтіреді белгісіз. Мүмкін оны мәңгілік алып тастаған болуы мүмкін. 341.1.7 қазір шықпайды. Егер сіз осы видео сабақты көріп отырған сәтте 341.1.7 тармақшасы шығып тұрса, соны талдауыңыз керек. Егер ол шықпаса, дәл осы менің жағдайымдай, онда 7-ні өшіресіз. 16-шы тармақ бар тағы да. Бұны өткен сабақта көрсеттік қой. Бұл негізі дивиденд бойынша емес, құн өсімінен түскен кірістерді түзетуге жататын тармақша болатын. Өткізу күніне Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін осындай құн өсімінен түсетін кірістер. Бұл негізі кірістің басқа бір түрі, ал дивиденд ол басқа бір түріне жатады. Бірақ бізде қазір 341.1.7 көрінбей тұр, сондықтан
осыған қосып көрсетеміз. Осы тармақшаны талдаймыз. Осыны таңдаймыз. Мұнда жалпы дивидендтің сомасы бізде қанша болды? 27.730 теңге болған. Міне осылайша енгізіледі. Бұл жерде мән беретін нәрсе, сізде тағы да құн өсімінен түскен кірістер болса, оны бірге қосып көрсетуді ұмытпауыңыз керек. Біздің мысалымызда, біздің жағдайда тек қана дивидендті қарастырып отырмыз ғой, сол үшін тек қана дивидендті көрсетіп отырмыз. Өткен жылдары былай болатын, 341.17 деп бассаңыз, кәдімгідей бұл тармақша шығады. Бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар, есепке жазу күніне Қазақстан осындай дивидендтер мен сыйақылар. Осы талданатын, одан кейін былайынша 341.116 бойынша бөлек көрсететінбіз, 341.17 бойынша дивидендтерді бөлек көрсететінбіз. Екі жол тұратын осылай. Ал қазірше бізде ондай мүмкіндік жоқ, осылай істеуге мәжбүр боламыз. 341.7 тармақшасы бұл салық азамат қосымшасы бар ғой, мобилді қосымша. Сомен тапсырсаңыз, ол жерде көрінеді. Ол жерде бөлек көрсете аласыз. Құн бойынша бөлек, дивидендтерді бойынша бөлек. Қызық вообще-то, мұнда бар мүмкіндік, онда жоқ, онда бар мүмкіндік, мұнда жоқ. Мысалға, салық азаматта 341.17 бар болғанмен, ол жерде дивидендтер туралы кірістің коды 2100 сол көрінбейді. Сондықтан ең жақсысы осы десктоп версия бойынша тапсыру. Егер сіз осы видеоны көріп отырған жағдайда 341.17 шығып тұрса бөліп көрсетесіз, егер шықпаса, онда 341.116-ға бәрін қосып көрсетесіз. Бұны естеріңізге ерекше сақтаңыздар. Сақтаймыз. Мінекей, 341.0005 негізгі жол өзі автомат толтырылды. Мұнауда автомат толтырылды. Болды, енді төмен қарай түсеміз. Міне нәтижесінде салық салынатын табыстың сомасы 0-ге дейін түсті. Енді бізге 240.00.00.008 жолға есептелген жеке табыс салығының сомасын көрсету ғана қалды. Бұл жерге 0 деп енгіземіз. Өйткені кіріс бар, кіріс болғанымен ол кірістердің бәрі корректировкаға енгізілді. Яғни 0. Болды. Енді үшінші бетке өтеміз. Мұнда мемлекеттік кірістер органының кодын енгізу ғана қалды. Әркім өзінің кодын енгізеді. Толтырып болдық. Толтырылуын тексереміз. Қателік жоқ, керемет. Ары қарай тапсыруға дайын болсаңыз, МКО-ға жіберуді басып, электронды цифровой подписпен, ЭЦП-мен қол қойып, жібересіз. Мінекей бұл жағдаймен де таныстық. Ары қарай жыл жібереміз. Келесі жағдай. Қазақстандық биржадағы шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарын сату арқылы кіріс көрдіңіз. Яғни арзан қалдыңыз, қымбатқа саттыңыз. Бұл жағдайда да пайданы көрсетуге міндеттіміз. 331 бап, 1 тармақ, 8 тармақшасы. Немесе 331.2.8 салық кабинет кезеттің нұсқасы бойынша. Салық төлемейміз, өйткені түзетуге енгізіледі, сол тағы да 341 бап, 1 тармақ, 16 тармақшасы бойынша. Бұл жағдай яғни мына үшінші жағдаймен бірдей. 6-шы және 3-ші жағдай екеуі бірдей. Айырмашылық тек қана 3-ші жағдайда қазақстандық эмитент болған, ал 6-шы жағдайда шетелдік эмитент болған. Бірақ екеуі де өзіміздің қазақстандық биржаларда. Сол үшін дәл қазір 3-ші жағдайға қайтадан шегініңіз, сол видео инструкцияны қайтадан бір көріп шығыңыз. Бірақ мен сіздерге тағы бір рет толтырып көрсетейін. Мінекей 3-ші мысалда біз мұндай жағдайды қарастырған болатынбыз. Казатомпром, Қазақтелеком. Екі позиция бойынша пайда, осы бойынша декларацияны толтырғанбыз. Енді бұлар қазақстандық эмитент. Енді тағы да шетелдік эмитенттерді қосайық. Мысалға, мұндай болсын. Тағы да осы өзіміздің қазақстандық биржадан сатып алынған Starbucks, сосын ресейлік эмитент Лукойл бойынша пайда көрдік деп есептейік. Бұны да бояп алайық сарыға. Енді көңіл бөліңіздер, мына Starbucks америкалық эмитент. Америкалық эмитенттер қазір доллармен саудаланады. Оларға арнайы бір секция ашылған, Kase Global деп, бұрындары теңгемен болатын. Бұлар қазір долларға көшті, сондықтан кірісті теңгеге айналдыру керек. Ол үшін бірінші доллар бойынша пайдасын есептеп аламыз. Тең болады сатылған құн, алынған, сатып алынған құн. $114.
Енді мына сатылған күннен бір күн бұрынғы теңгенің курсын табамыз. Желтоқсанның 30 дейді. Демек, желтоқсанның 29 күнгі курсты аласыз ұлттық банктың сайтынан. Мысалға, ол күні 430 болды деп есептейік. Сосын екеуінің көбейтіндісі сіздің теңге бойынша пайдаңыз болып есептеледі. Яғни доллар бойынша сделкадан түскен пайданы есептеген кезде курсовая разница дейміз ғой орысша. Валюталық айырмашылықты есептеп керек емес. Яғни мына сатып алған кезде теңге қанша курс болды, сол кезде теңгеге айналдырып, одан кейін сатқан кезде қанша болды, оны теңгеге айналдырып, екеуінің айырмашылығын есептеп жүрмейміз. Доллар бойынша пайданы аламыз, содан бір күн бұрынғы курсқа көбейтеміз. Ал мына Лукойл бұл ресейлік эмитент, бұлар әлі де теңгемен саудаланады өзіміздің кассе биржамызда. Бұл өзіміздің қазақстандық эмитенттермен ұқсас болады. Пайда тең болады сатылған құн, алынған, сатып алынған құн. Болды, бәрін теңгеге айналдырдық. Жалпы пайда 28.000, жоқ 288.040 теңге болды. Енді толтырайық, сол баяғы 240 форманы ашамыз. Қазақшаға 4 пункт бастапқы немесе кезекті. 6 А, резидент, Қазақстан, төмен түстік, 240.01 бірінші жол, оның ішінде А, Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті өткізуден түсетін кіріс. Үш нүктені басамыз, жолдарды қосу, тағы да, мұнда 331.28. Таңдаймыз. Сумаға жалпы суманы енгіземіз пайданың. Бізде 288.040 теңге. 288.040 болды. Сақтау. Жоғарғы жолдар автомат толтырылды. Енді екінші бетке өтеміз. Мұнда 05 жол. Оның ішінде сол баяғы 341 бап бойынша түзету. Біріншісі яғни. Үш нүктені басамыз, жолдарды қосу. Бұл жерге 341.116. Таңдаймыз. Тағы да сол соманы енгіземіз. Қанша болып еді? 288.040. Сақтау. Салық салынатын табыс сомасы 07.0-ге дейін түсті. Енді 8-ші жол. Есептелген жеке табыс салығының сомасы 0. Қалған жердің бәрі автомат толтырылады. Енді тек қана жіберу қалды. Ол үшін үшінші бетке өтеміз. Мемлекеттік кірістер органының кодын енгіземіз. Толтыруды тексереміз бір рет. Қателік жоқ, керемет. Ары қарай жіберуге дайын болсаңыз, МКО-ға жіберуді басып жібересіз. Болды, мінекей, үшінші жағдаймен бірдей.